Қайырлы таң! Менімен бірге осы йога жаттығуларын жасауға қосылғаныңа рахмет. Ал кеттік бастаймыз. Арқаға жата қой, және де аяқтарыңмен осылай көбелек қалпын жасаймыз. Өзімді таныстыра кетейін, менің есімім Нұрбақыт. Осы йога жаттығу кезінде біз күшке қатты мұқият көңіл бөлетін боламыз, себебі бұл практика бізді әлдендіреді, қуаттандырады деген сенімдемін. Сонымен осылай жатқан қалпымызда табандарды бір-бірімен жанастырып, тізелерді мүмкіндігінше ашуға тырыссаң жақсы болады. Осылайша жата тұрамыз, және де осы йога жаттығуларында осы күнді бастаған кезде қандай ниетпен осы күнді өткізгім келетінін соны ойланып көрсең болады. Қаласаң кішкене көзіңді жұмып, осында терең тыныс алып жата тұрсақ, яғни бұл біздегі бүгінгі йога жаттығуына деген дайындығымыздың көрсеткіші болсын. Осылай таңғы жаттығуларда жасалынған күнге деген ниет өте күшті орындалады деген сенімдемін. Сондықтан тағы да өзіңнен осы күнге қандай ниет еткім келеді деп сұрап көрсең болады. Сол ниет етілген сөз ол бір сөз болуы мүмкін. Сонымен тағы да ойланып көр, қай сөз бүгінгі күннің басты бағдары болсын. Енді табандарды тіке қойып жерге қарай орналастырып, тізені көтеріп, саусақтардың барлығын қимылдатып кішкене түрегелеміз. Бөксені жоғары қарай көтереміз де біз қазір көпір қалпын жасаймыз. Бөксе жоғарыға, көпір қалпы, иық төмен жерде, күштің барлығын өкшеге саласын. Тамаша, осылай мінекей. Мойында ешқандай қысым болмасын, бүкіл салмағы өкшеде, иықтар жерде. Осылайша бүкіл беттің терісіндегі бұлшықеттердің барлығын бос ұстауға тырыс. Осы қалыпта сақталып тұра беруге болады, немесе күрделірек жаттығу керек болса, біз қазір жағдайды күрделендіріп жіберейік. Салмақ бір аяқта, менің қазір оң аяғымды бүкіл салмағым, ал сол аяғымды мен көтеріп тұрамын. Кішкене қимылдатып жіберуге болады, осылай көтеріп тұруға болады. Және де енді аяқтарды ауыстырамыз, сол аяқ менде жерде, оң аяқ жоғарыда. Осылайша қимылдатып, салмақпен ойнаймыз осылай. Мойында ешқандай қысым болмасын. Бет терісінің бұлшықеттерінің барлығын бос ұста. Міне керемет, тамаша. Бөксені тағы да жоғары көтеріп көр. Екі аяқты жерде, жаймендеп төмен қарай беттейміз. Енді өте бақытты бала қалпы бұл. Екі тізені құшақтайсың да осылай тербелесің. Керемет, осылай рахаттанып тербеліп ал. Енді түрегеліп тұрамыз. Енді біз төрт аяқтап осылай орналасып аламыз да мысық және сиыр қалпын жасаймыз. Терең тыныс ал. Мысық. Тамаша. Тынысыңды шығарасың. Сиыр. Арқа дөңгеленеді осылай. Тағы да бірнеше рет осылай жасайық. Арқа дөңгеленеді, сиыр. Терең тыныс ал, мысық. Іш төмен, жүрек, кеуде барлығын ашуға тырыс. Тамаша. Тағы да мысық. Жүрек жақ, кеудені ашамыз. Арқаны дөңгелетеміз, сиыр. Барлығын тыныспен жасауға тырыс. Ал енді бастапқы қалыпқа ораламыз. Біз қазір қолдарды кішкене алға қарай жылжытамыз. Аяқпен тізені жоғары қарай көтереміз де, аяқтың саусақтарында осылай кішкене планка қалпында тұра тұрамыз. Одан соң бір аяқты жоғары көтере тұруға болады. Енді келесі аяққа ауысамыз. Қайтадан салмақпен ойнап жатырмыз, байқағанымдай. Енді тұмсығы төмен қараған ит қалпына ауысамыз. Денеңді кішкене тартып қойып, аяқтың бұлшықеттері тартылсын. Басың осындай ауыр екен сезініп көр. Кішкене тербеліп жіберуге де болады. Өте тамаша. Терең тыныс ал. Әрбір адамның тыныс ритмі әртүрлі болады, сондықтан жақсылап мұрныңмен тыныс ал. Планка. Қайтадан тұмсығы төмен қараған ит қалпы. Планка.
бір аяқтың тізесін жерге, келесі аяқпен алып айналамыз. Сөйтіп бір қолды жерде ұстап тұрып, екінші қол жоғарыда, осылайша арқаның бір қыр бұрылшық еттерін осылай тартамыз. Қаласаң, сол жоғарыдағы аяқты біз көтерсек болады, немесе тағы күрделірек жаттығу, сол аяқтың тізесін бүгіп, осылай қолмен табанды ұстап, осылай тартамыз. Күшті бұлшық еттер тартылып, созылып алсын. Мұрынмен тыныс алуды ұмытпа. Рахаттанып тыныс алып ал. Егер осылай жебе сияқты тұра тұру қатты күрделі қиын болып бара жатса, аяқты төмен қойып, қолды жоғары ұстап, осылай бұлшық еттерді тек қана созып тұра тұрсаң болады. Барлық нұсқалар жақсы денеңе, сондықтан еш уайымдама. Бір жаттығу қиын болып жатса, сен мұнда өзіңе денеңе не ыңғайлы соны жасасаң болады. Бұл жерде бастысы денені тыңдау. Ал біз ары қарай жалғастырамыз. Қайтадан мысық және сиыр қалпы, терең тыныспен. Енді тағы да денені созу үшін мұрны төмен қараған ит қалпы. Тамаша. Қаласаң тізелерді бүксең болады. Планка. Аяқ түзу болуы шарт емес. Бұл жерде денеге не ыңғайлы соны жасау, қайталап айтайын. Тамаша. Енді келесі жаққа ауысамыз. Менде бағана оң аяқ жерде болды. Енді сол аяқтың тізесі жерде. Қол жоғарыда. Аяқты жоғары көтердім. Жебе қалпы. Бағанағы садақ пен жебе сияқты. Тамаша. Енді созам. Арқа бұлшық еттерін осылай артқа созам. Терең тыныс ал. Тағы да қайталап өтейін, бұл жебе қатты күрделі болып бара жатса, ең бастапқы қалыпқа ауыссаң болады, яғни қолды жоғарыға, аяқты жерге, табанды жерге қойып, сол созылу қалпында тұра тұрсаң болады. Себебі бұл жерде ең жақсы деген қалып жоқ. Денеге қайсысы жақсы сезіледі, соны жасаған дұрыс. Терең тыныспен енді біз бастапқы қалыпқа ауысайық. Мінекей тамаша, енді 4 аяқта бастапқы қалыпқа ораламыз. Бір терең тыныс алып, тізені жоғары көтереміз, аяқтың саусақтарымен тұрамыз, тізені осылай бүгуге болады. Сөйтіп, оң аяқтың тізесін бүгіп, жоғары қарай беттейміз. Терең тыныс аламыз да, енді осы аяқтың табаны екі қолдың ортасына қарай барсын, аттап жібер. Жақсы, енді қолдарды жоғарыға көтереміз де, қолдардың екі үлкен саусағын бірге қосып, осылайша құлып жасаймыз. Сөйтіп, қолдарды осылай жоғары қарай беттеу арқылы созыламыз. Бойымыз өсіп жатқан сияқты. Тамаша. Аяқтың табандары бір ретте болсын, бір беттеп қоя ғой осылай. Олар қатты бұрылып кетсе, бір бағытқа қарай қойып қой. Тамаша. Артқы аяқтың тізесін бүгіп кішкене тұра тұрсаң болады. Бүкіл салмақ оң аяқта болды. Ал енді қолдарды кішкене жан-жаққа қарай сермейміз. Осылай кішкене арқамен бүгіліп қоя ғой. Бұл бізде 3-ші сарбаздың қалпына деген дайындық болатын. Яғни арттағы аяқты сәл көтеріп жібересің де, өзіңнің бүкіл күшіңді оң аяққа беттеп, осылайша баланс ұстауға тырыс. Таңертең әрине кішкене осылай шайқалып тұратын боласың, онда тұрған ешнәрсе жоқ, барлығымыз ояндық. Сондықтан осылайша кішкене өзіңнің дене бітіміңді ұстауға тырысасың. Тамаша, енді арттағы болған аяқ осылай бастапқы аяқтың қасына келсін. Сөйтіп біз тау қалпында тұра тұрамыз. Осы жерде көзіңді жұмып, табаныңдағы жерді сезіп көр. Бағана біз шайқалдық, ал енді қазір тіке тұра алатын жағдай қандай екен. Яғни бұл контрастты қарап байқап көрші. Сондай қызық сезім. Сосын тағы да жүректің дүрсілі қатты болғанында байқаған боларсың. Бағана жасаған жаттығулар жүректің қағысын жеделдетіп жіберген сияқты. Ал енді қолдарды жоғары қарай көтеріп, терең демаласың да, төмен қарай кішкене денеңді бостап, осылай жартылай тағы да көтеріліп, тынысыңды тағы да бақылап көр. Керемет. Енді аяқтардың табандарды артқа қойып, жерге беттейміз. Кобрадан арқаның бұлшық еттерін созып болған соң
тұмсығы төмен қараған ит қалпына басамыз. Енді келесі аяқтың тізесін бүгеміз. Ол аспанда жоғары қарай беттелген. Дайын болған кезіңде екі қолдың ортасына осы аяқты беттеп жібер. Сөйтіп аттай қой. Бағанағы құлыпты қайталаймыз. Енді басқа қолдың саусағы жоғарырақ тұрсын. Яғни орындарын ауыстырып жіберде. Осылайша созылып қой. Алақандарыңды сен бір-бірінен алшақтатып жатқан сияқты кейіп болсын. Осы құлып алақандардың бір-бірімен жақындаспауын қамтамасыз еткендей болсын. Яғни осылай өзіңді созып қой. Иықтарды артқа жібер. Осылай кішкене секеңдеп тұруға болады. Көкірек алға, бүкіл арқа бұлшық еттері ашылсын. Жақсылап созып ал. Тамаша. Болды. Енді еңкейіп, одан кейін қолдарды артқа қарай жібереміз осылайша. Жақсы баланс ұстауға тырыс. Мұрныңмен тыныс ал. Ішті кішкене тартсаң болады. Аяққа жанаспасын. Ал енді дайын болған кезіңде арттағы аяқты кішкене жоғары қарай сермеп жіберде, үшінші сарбаз қалпына кел. Қол баяғыдай осы арқаның бойымен артта тұра береді. Сен бір аяғыңда өз денеңнің салмағын ұстауға тырыс. Баланс ұстау үшін қозғалмай тұрған бір затқа қарасаң, шайқалмайтын боласың. Сондықтан бір қозғалмай тұрған, бір қалыпта тұрған затқа қарап көр. Немесе қабырғаға қарасаң болады. Тамаша. Мінекей жеткілікті. Аяқты екінші аяқтың қасына қойып, тау қалпына ораламыз. Ал енді көзіңді жұм. Бағанағы сұрақты өзіңнен тағы да қайталап сұрай қой. Осы күнді қандай ниетпен бастағың келеді? Сол туралы тағы да ойланып көр. Терең тыныс ал да, қолдарыңды жоғары көтеріп, біз виньясаны жасаймыз. Тыныс шығарған кезде қолдарыңды аяққа қарай, жерге қарай беттейсің. Жартылай көтеріліп тұра ғой. Екі аяқ артқа, бүкіл денеңмен жерге қарай бетте. Кобра қалыпы. Арқаңды созып ал. Енді түрегеліп тұрамыз. Тұмсығы төмен қараған ит қалпы. Енді осы жерде тура оң аяқты жоғары көтеріп, көгершін қалпын жасаймыз. Ол үшін бүгулі тізені оң қолдың шынтағына қарай, жерге қарай осылай орналастырамыз. Осылай бөксені барлығын жамбасты, арқаны созамыз. Бұл жерде бастысы бір жаққа қарай бүкіл салмақты ауыстыруға тырыспа. Салмақты бір қалыпты екі жаққа қарай орналастырғаның дұрыс болады. Күштілеп созылып ал, мұрынмен тыныс ал. Енді маған ыңғайлысы бұл жерде, маған ең ұнайтыны осылай қолдарға мен басымды қоям. Егер саған олай ұнамаса, сен қолдарыңды қайтадан жазып, жоғары қарай басыңмен көтеріліп тұрсаң болады. Өзің денең не айтады, соны істе. Мұрынмен осылай тағы да тыныс алуды ұмытпа. Бірнеше тыныста осылай жата тұрамыз. Егер мен сияқты жерде осындай басыңды қойып жатқан болсаң, сәл көтеріліп тұра ғой. Енді екі аяқты бір-біріне қарай қосып, тұмсығы төмен қараған ит қалпына қайтадан ораламыз. Тізелеріңді кішкене бүгіп-бүгіп қимылдатып жібер. Енді біз қазір келесі жаққа қарай осы көгершін қалпын жасаймыз. Сол аяқтың тізесі бүгулі. Енді шынтаққа қарай сол тізені беттейміз, жерге орналастырамыз. Салмақты бір қалыпты екі жаққа қарай орналастыр, бір жаққа қарай ысырылып кетпесін. Жүрегіңді, кеуде қуысын осылай ашып ал, созып ал. Қаласаң осы қалыпта отыра берсең болады. Бұл да жақсы қалып.
Ал егер саған мен сияқты осылай басыңды қолдардың үстіне қойып жерде жату ұнайтын болса, солай да жатсаң болады. Немесе кейде мен осылай алақандарды бір-біріне қосамын да осылай басымды төмен салбыратып отырам. Қайсысы ыңғайлы, соны жаса. Мұнда да тағы да бірнеше рет терең мұрынмен тыныс алу керек. Денеңнің қай бөлігінде әлде де бір қысым бар екенін байқап көр. Соны тынысыңмен тыныс алып, тыныс шығару арқылы шығарып тастасаң болады. Денеңді сканерлеп көр. Қай жерде бір бөлекше, бір қысым сияқты сезім бар. Соны тынысыңмен шығарып таста. Ал енді көтеріліп түрегелсек болады. Бағана бір жақ бетке қарай көгершін жасаған кезде аяқтарыңда белгілі бір өзгешелік сезген шығарсың. Енді қазір барлығы теңестірілді, иә? Осылайша тұмсығы төмен қараған ит қалпынан винясаға ауысамыз. Жерге қарай беттейміз. Арқа бұлшық еттерін созу үшін кобра. Сосын қайтадан түрегеліп тұрамыз. Тұмсығы төмен қараған ит. Осылайша бұл біздің бүгінгі күннің соңғы тұмсығы төмен қараған ит қалпымыз. Енді жерге қарай орналасамыз, біз қазір қайық қалпын жасаймыз. Ол үшін отыра ғой осылай, сөйтіп екі тізеңнің бүгулі тұрған сәтте осылай көтересің. Қолдарыңмен аяқтарыңның артын құшақтап алсаң болады, немесе қолдарды осылай жазып, баланс ұстауға тырыссаң болады. Бір қалыптылықты сақтауға тырыс. Себебі қазір біз төмен қайық қалпына ораламыз. Кішкене шайқалатын боласың, онда тұрған ешнәрсе жоқ. Міне тамаша. Ал енді қолдарды жоғары қарай, аспанға қарай көтерде. Кішкене тағы да созылып ал. Тамаша. Мінекей енді шавасанаға да келдік. Шавасана есіңде бар болса, ол бүкіл осыған дейінгі жасалынған йога жаттығуларындағы осы септігін сезінуге арналған осындай күшті жата тұратын қалып. Өзің тынысыңды қайтадан байқап көр. Терең мұрныңмен тыныс ал, терең мұрныңмен тыныс шығар. Йога жаттығуларына дейін қалай өзің сезіндің, енді қазір қалай өзің сезініп жатқаныңды барлығын байқап көр. Осында 10 рет терең тыныс алып, терең тыныс шығарып жата тұрайық. Жүйке-жүйеге өте күшті әсерін тигізеді осы шавасана. Сондықтан кейде жасаған дұрыс. Әрине, ұйықтап кету де қаупі бар. Мен әдетте шавасананы жасамаймын, бірақ кейде жасағым келеді осындай кездерде. Терең тыныс алайық. Тағы да 3 рет тыныс ал. Сосын осы күнге деген ниетіңді есіңе түсір. Енді саусақтарыңды кішкене қимылдатып, тұруға дайындалсаң болады. Тағы да денеңді созып жібер. Қолдарыңды аспанға қарай беттеп. Енді түрегеліп отырайық. Йога жаттығуын қазір ом деген әуенмен аяқтайтын боламыз. Сондықтан йога қалпына отырып ал. Аяқтарыңды осылай қосып алып. Екі қолды жүректің қуысына қарай қой. Тамаша. Көзіңді жұмып, бағанағы ниет еткен сөзіңді есіңе түсірде, бірге әуендетейік. Тамаша. Намасте. Алға қарай иілейік. Осы өзіңді йога жаттығуларынан кейін керемет сезінудесің деген сенімдемін.
бүгінгі күнге ниет еткен барлық мақсаттарың орындалсын. Бүгінгі йога жаттығуында ниет еткен сөзің қандай болған, маған комментарийға жазып қалдырып кетші, маған қызық. Көріскенше сау-сау!